Достар, баршаңызға сәлем. Барлығыңызды бүгінгі кездесуде көргеніме қуаныштымын. Эфирде Дмитрий Разумовский. Біздің кездесуіміз шамамен 1 сағатқа созылады. Formula Expo мүмкіндіктері туралы қысқа да нұсқа презентацияны тезірек көрсетуге тырысамыз. Біздің платформамыз Либерман ағайындыларының гонка жобасының гинг токендерін өндіруге арналған майнинг пулы және спикерлерімізді қарсы алуға қуаныштымын. Игорь, Сергей, қош келдіңіздер. Сәлем, Дмитрий. Баршаңызға сәлем. Слайдтар көрініп тұр. Бәрі жақсы. Сонымен уақытында қосылып үлгергендер үшін біздің промо-роликті көрсетті. Ол YouTube арнаға жүктеледі. Әрбір серіктесіміз үшін қолжетімді болады. Бүгін бізде сайтта өте маңызды жаңартулар болды. Оларға кейінірек тоқталамыз. Қазір сіз қанша инвестиция салғаныңызды, қай пулда екенін, жұмыс істеп тұрғанын немесе жоқ екенін, қанша гинг токені есептелгенін, қанша болатынын және күтудегі мөлшерін көре аласыз. Яғни, мұның бәрі біздің платформамызда онлайн режимде көрсетіледі. Енді гинг токенін қалай оңай және қарапайым өндіруге болатынын, оның не үшін қажет екенін және бізге не беретінін талқылайық. Сондай-ақ бүгін сіздерді алдағы іс-шаралар, кездесулеріміз, жол картамыз, Formula платформасын дамытып жатқан қысқа 3 апта ішінде неге қол жеткізгеніміз туралы маңызды жаңалықтар күтеді. Сонымен қатар сұрақтарыңызға жауап беріп, бәрі қалай болатынын мысалдармен көрсетеміз. Сонымен бәріміз жасанды интеллект әлеміне еніп жатырмыз. Бұл қазірдің өзінде өміріміздің бір бөлігі. Бұл болашақта болатын немесе болуы мүмкін нәрсе емес. Бұл қазірдің өзінде нақты бар. Дүние дәл қазір. Кейбіреулер бұл мүмкіндіктерді пайдаланады, кейбіреулер жоқ. Бүгінгі таңда адамдардың 0,4% ғана, тіпті жарты пайыздан да азы жасанды интеллекттің осы мүмкіндіктерін пайдаланады. Ал бұл адамдар көңілдірек, байырақ, мақсаттырақ, өнімдірек және нәтижелірек болып келеді. Олардың өмірі ғылыми экономикалық прогрестің өзгеруіне сәйкес еселеп өзгеруде. Жақсы жаңалық, көпшілігі мұны әлі түсінбейді. Біз сіздермен осындамыз, сондықтан бір-бірімізді құттықтайық. Бізді осы кездесуге шақырғандарды құттықтайық. Біз мұны түсінеміз, сондықтан бұл бізге белгілі бір артықшылықтар береді және табыс табу көкжиегін кеңейтеді. Баршамызға белгілі инфрақұрылымдық токендерді мысалға келтірейін. Бұл жаңа технологиялық инфрақұрылымды өзгерткен немесе жасаған және капиталдандыруы $10 миллиард болатын токенге. Біз миллиондар емес, миллиардтар туралы айтып отырмыз. Solana токені салыстырмалы түрде жақында шықты, яғни әлі 10 жылда өткен жоқ. Ол микротранзакциялардың, арзан транзакциялардың, жылдан блокчейннің жаңа нарығын ашты және капитализациясын орнатты. Ең жақсы уақытында ол шамамен $80 миллиард жетті. BNB токені Binance компаниясының бонустар нарығын, ынталандыру нарығын, жеңілдіктер нарығын ашты және сәйкесінше токен биржамен бірге нарықтағы өз үлесін иеленді, нарық үлесін алды және капитализациясы шамамен $120-115 миллиард болды. Ripple компаниясының Curve токені банктік түрінге, банктік аударымдар әлемін ашты, тұтас инфрақұрылым құрылуда, $130 миллиард. Ethereum токені бізге смарт контрактілерді ашты, әзірлеушілерге жаңа токендерді, монеталарды, үйлесімді блокчейндерді шығаруға мүмкіндік берді. Өз орнын иеленді. $500 миллиард, ең жоғарғы шегінде шамамен $500 триллион. Ал Jink токені GAN протоколының GAN токені. Демек, ол үшін бірнеше есе үлкен перспективалар бар. Тиісінше, оның әлеуеті алдыңғы токендерге қарағанда бірнеше есе жоғары. Бұның бір ғана қарапайым себебі бар. Бұл токен ашатын нарық миллиардтармен емес, триллиондармен өлшенеді. Бұл триллиондық нарық. Яғни ол алдағы бірнеше жылда 15 триллионға және одан да көпке жетуі мүмкін. Және осы триллиондық нарықта
Cenk токендерінің Gantt платформасы токендерінің саны белгілі болған кезде. Яғни осы токеннің өсу әлеуетін, мүмкін болатын кірістілігін қалай есептейміз? Егер Gantt протоколы небәрі 3%-ды иеленсе, осы нарықтың 15 триллионнан, онда оның бағасы $150 жақындауы мүмкін. Егер ол осы нарықтың 2%-ын алса, $600 дейін. Егер ол 10%-ды иеленсе, ал тек Gantt протоколы ғана осындай орталықсыздандырылған экожүйені жасамайтынына мүмкіндіктер бар. Нарыққа басқа да ойыншылар келеді, яғни Ganttқа біреумен бәсекелесуге тура келеді. Бүгінгі таңда ол бәсекелестіктен тыс, яғни бұл көшбасшы, бұл топ, бұл локомотив, бұл мұзжарғыш сияқты, ол жол салады. Әрине, оны біреулер қайталайтын болады. Бірақ ол 15 триллиондық нарықтың кем дегенде 10%-ын иеленсе де, оның әлеуеті $3000 жетуі мүмкін. Ал бұған қанша уақыт қажет болады? 3, 5, 7, 10 жыл. Біз білмейміз. Маңыздысы, бізде бағдар бар. Жасанды интеллект нарығы қазір шексіз дамып келеді және өсуінің шыңында тұр. Және Gantt протоколы осы нарықтың арыстан үлесін иеленуі мүмкін. Яғни осы екі құрамдас бөлік токендің әлеуетті түрде өте жақсы кіріс бере алатынына келеді. Бүгін біз бұл токенді қалай алуға болатынын, оның қаншалықты оңай екенін және Формула X платформасы арқылы қалай жасау керектігін талқылаймыз. Енді мұны не үшін істеп жатқанымызды түсініп көрейік. Биткоин салыстырмалы түрде жақында 17 жыл бұрын пайда болды. Бірақ қазірдің өзінде оны әлі де әрбір адам қолдана бермейді. Әрбір үй шаруасындағы әйел қандайда бір биткоин бар екенін біледі. Бірақ оны бәрі бірдей қолданбайды. Робот өндіруші Илон Масктың айтуынша, демек, 2040 жылы роботтардың саны адамдардан көп болады. Ал 2040 жыл қашан болады? Ол қаншалықты алыс? Бүгінгі күннен бастап есептегенде, бұл 13 жылдан кейін. Бұл ұзақ па, әлде тез бе, оны өздеріңіз шешіңіздер. Яғни, биткоин 17 жыл бұрын пайда болды. Бұл жақында сияқты көрінгенімен, соған қарамастан, қазірдің өзінде 17 жыл өтті. Ал роботтардың саны адамдардың санынан аса. 13 жылдан кейін. Яғни, бұл әлдеқайда жақын. Демек, бұл оқиға әлдеқайда жақын. Және осы роботтардың барлығы сол жердегі 7, не 8, не 9, не 10 миллиард робот. Планетада жасанды интеллект арқылы басқарылады және оған қызмет көрсетіледі. Бұл жасанды интеллектке бір жерде оқу керек, бір жерде инференс орындау керек. Яғни тапсырмаларды шешу, бір жерде ақпаратты өңдеу керек. Мұның бәрі дата орталықтарда болады. Дата орталықтар нарығы қарқынды өсіп жатыр. Сондықтан болашақта жасанды интеллектті қолданбау мүмкін болмайды. Жалпы бұл нарық, жасанды интеллект саласы, дата орталықтар нарығы, жасанды интеллект есептеулері нарығы криптоиндустрия нарығына қарағанда әлдеқайда жылдам дамып келеді. Яғни еселеп өсуде. Егер криптоиндустрия нарығы жетсе, бүгінгі таңда 3 триллионға, онда жасанды интеллект нарығы 15 және одан да көп триллионға жетуі мүмкін. Демек, әзірге ол асып түспейді. Криптовалюта нарығынан, бірақ біз 2027 жылы оның асып түсетінін көріп отырмыз. Ал 28-ден 30 жылға дейін ол еселеп өседі, және тиісінше одан еселеп асады. Кішкене мәселе бар. Бүгінгі таңда барлық дата орталықтар мен бүкіл жасанды интеллект модельдеріне қатысты барлық негізгі өнімдер 5 ірі корпорацияның қолында шоғырланған, және олардың барлығы, өкінішке орай, бір елдің қолында. Яғни, америкалық 5 корпорация бүкіл жасанды интеллектке иелік етеді, және болашақта жасанды интеллект үшін. Қазір көбіміз айына $29 немесе $20 төлейміз. Кейін бұл құн өсуі мүмкін. Содан кейін жасанды интеллектті қолданатын адамдар басқа адамдарға қарағанда көбірек артықшылықтарға ие болады. Бұл қазірдің өзінде болып жатыр. Кейін онсыз интернетсіз болмайтыны сияқты мүлдем мүмкін болмайды. Яғни, бүгінгі таңда интернетсіз өмірді елестету өте қиын. Ал болашақта жасанды интеллектсіз де оны елестету мүмкін болмайды. Бізде таңдау бар. Не біз осы 5 корпорацияға тәуелді боламыз, немесе жасанды интеллект балама сценарий бойынша дамып,
орталықсыздандырылған деректер серверлерінде жұмыс істейтін және осы 5 корпорацияның иелігінде болғаннан гөрі адам үшін қолжетімді болатын мүмкіндік туады. Міне дәл осы мүмкіндікті ағайынды либермандар өздерінің протоколында ұсынды. Ганка бұл бүкіл әлемдегі барлық қуатты деректер орталықтары мен компьютерлердің иелерін бір жаһандық желіге біріктіретін платформа. Бұл жи модельдерін арзан, жылдам және қолжетімді іске қосуға мүмкіндік береді. Яғни арзанырақ. Яғни Google және Amazon сияқты алпауыттар бұл қымбат. Олар құрылғыларды бақылайды және өз деректер орталықтарына бөгде әзірлеушілерді жібермейді. Яғни, егер қандайда бір бөгде әзірлеуші өзінің баламалы жи моделін жасағысы келсе, оған кем дегенде $25 миллион. Деректер орталығын құру керек, яғни оны бір жерге орналастыру керек. Оны есептеу қуаттармен қамтамасыз ету керек, яғни оларға бір жерден тапсырыс беру керек. Әдетте, бұл Nvidia зауыты. Оларды күту керек, кезекте тұру керек. Міне адам өз жи моделін іске қосуды. Ұйғарған сәттен бастап, айталық, қандайда бір ірі инвестор оны өз деректер орталығында іске қосқанға дейін, шешім қабылдағаннан бастап іске қосуға дейін кемінде 1 жыл өтеді. Ганка протоколы бұл мәселені қас-қағым сәтте шешеді. Яғни, сен өз жи моделіңді іске қосуды ұйғарған бойда, API арқылы Ганка протоколына қосылып, оны дәл қазір іске қоса аласың. Сен деректер орталықтарын салмай-ақ бірден Ганка протоколымен біріктірілген. Бір тұтас жаһандық желінің қуаттарына қол жеткізе аласың. Егер сен әзірлеуші болсаң, сенің жасанды интеллекттің деректерді өңдеуге, оқуға, есептеулер жүргізуге және барлық артықшылықтарды пайдалануға бірден мүмкіндік алады. Яғни, желіге резде қосылады. Тиісінше, пайдалы әсер коэффициенті 100%. Энергия желінің өзін қолдауға босқа жұмсалатын басқа желілерден айырмашылығы. Ганка жағдайында қуаттың 100% дәл деректерді өңдеуге, дәл жасанды интеллекттің жұмысына жұмсалады. Және бұл желі өте жылдам кеңейеді. Бүгін сіздер оның қандай жылдамдықпен өсетінін білесіздер. Сондықтан бұл протокол 5 корпорацияның тәуелділігіне шығу мүмкіндігі. Бұл адам үшін көбірек еркіндік алу мүмкіндігі. Бұл мүмкіндік. Білесіз бе, су жоғары ақпайды, ол төмен ағады. Яғни, адам әрқашан өзі үшін тиімдірек, экономикалық тұрғыдан пайдалырақ, өнімдірек шешімдерді табады. Міне, Ганка хаттамасы дәл осы туралы. Бұл сыртқы әзірлеушілер мен пайдаланушыларға жасанды интеллекті жылдамырақ, тиімдірек және арзанырақ алуға еркіндік беру туралы. Бұл жүзеге асу үшін Ганка желісінің өсуі қажет. Әзірлеушілер Ганканы қолданып, өздерінің сұраныстары мен есептеулерін біз бүгін талқылайтын Генк токенімен төлеуі тиіс. Ганка есептеу қуатын шынымен де жаңа биткоинге айналдырады. Жаңа биткоиндерде оны жасау туралы уәделер де көп болды. Бірақ бәрінің қолынан келе бермеді. Ал ағайынды либермандар Ганка хаттамасы арқылы кейбір адамдарға өз құрылғыларымен ақша табуға мүмкіндік берді. Бұл біз, яғни майнерлер, біз формула майнинг пулы арқылы бөлінген құрылғыларда майнинг жасап, табыс таба аламыз. Ал басқаларына, яғни әзірлеушілерге, жасанды интеллекті үлкен шығынсыз және уақыт жоғалтпай дамытуға жол ашты. Сергей, сөз кезегі өзіңде. Рахмет, Дмитрий. Ал енді Ганка туралы кімдер айтып жатқанын көрейік. Ганка туралы ақпарат өте көп. Ол туралы Оскар Хартман подкаст түсірді. Білетіндер бар шығар. Ол кәсіпкер, миллиардер, коуч. Сондай-ақ Марғұлан Сейсенбаев та айтты. Ол тіпті подкаст кезінде $1 миллион жуық инвестиция салды деймін. Александр Соколовский миллиондық блогер, Глеб Соломин миллиондық блогер. Бұл туралы Forbes пен Binance жазып жатыр. Тіпті жақында Bloombergте сұхбат жарияланды. Яғни бұл жобаны жасаған ағайынды жігіттер өте ашық, жария тұлғалар. Мүмкін жақын арада бізде олармен Zoom арқылы бірлескен кездесу өткізерміз. Ағайынды Даниил мен Давид Либермандардың кім екеніне толығырақ тоқталайық. Осыдан 3 ай бұрын мен де олар туралы ештеңе білмейтін едім. Бірақ Ганканың не екенін және оның артында кім тұрғанын білгенде, бұл 26-20-30 жылдардағы ең үздік жобалардың бірі болатынын түсіндім.
Сонымен бұл жігіттер Ресей, америкалық, сириялық кәсіпкерлер, инвесторлар, технологиялық компаниялардың негізін қалаушылар Кремний алқабында жұмыс істеген. Немесе оны Кремний алқабы деп те атайды. Олар толықтырылған шындық жобалары саласында жұмыс істеп, жаңа дүниелер жасаған. Осындай сервистерінің бірін Snapchatқа $60 миллион сатқан. Бүгінгі таңда олардың жобаларының құны шамамен $400 миллион бағаланады. Олар дәл осы жасанды интеллекті орталықсыздандыру идеясын ұсынды. Барлығыңызға ақпаратты өз бетіңізше іздеп көруге кеңес беремін. Ол Википедияда және барлық жерде ашық қолжетімді. Ганка токен немесе генг дегеніміз не? Бұл оның биржалардағы тикері. Бірақ бұл жай ғана криптовалюта емес. Бұл бүгінгі таңда жасанды интеллект үшін отын болып табылады. Бұл инфрақұрылым қалай жұмыс істейді? Яғни, генг токенінің өзі желі ішіндегі әмбебап есеп айырысу бірлігі. Инфрақұрылым Дмитрий айтқандай келесідей жұмыс істейді. Біз жалға береміз. Біз Ганка жобасы үшін репо серверлері түрінде қуат береміз. Жасанды интеллект бұл қуаттарды есептеулер үшін пайдаланады, ал біз ол үшін Ганка монеталармен сыйақы аламыз. Тиісінше, жасанды интеллектке сұраныстар, тапсырмаларды шешу үшін инференстер жібергісі келетіндердің барлығы ол үшін Ганкамен төлейді. Жақында ғана кеше ақпарат шықты. Басқа жасанды интеллекттермен салыстырғанда Ганка жасанды интеллектінің есептеулері кез келген басқаларына қарағанда 7 есе аздан. Яғни, түсініп тұрғандарыңыздай, жобаның әлеуеті қандай екенін көріп отырсыздар. Ганканы өз бетінше майнинг жасауды бастау үшін не қажет? Біріншіден, бұл туралы ақпарат ашық қолжетімді жерде бар. Сіз GitHubқа барып кодты алып, оны түсініп, бағдарламашыларды жалдап, серверлерді баптап, оларды жалға ала аласыз және тағы басқалар. Бірақ ол үшін белгілі бір білім мен дағдылар қажет. Яғни, егер сіз түсінбесеңіз, мамандарына ақы төлеу керек. Олар айына кемінде $5,000 және одан да көп тұрады. Бір GPU үшін кемінде $35,000 тұратын жабдықты қосу керек. Бұл үшін өнеркәсіптік керектер орталығында орын, серверлерді тәулік бойы бақылау, қайта баптау, жаңартулар қажет. Яғни, бұл өте үлкен жұмыс, бұл жеке бизнес процесс. Біз Formula X компаниясы ретінде уақыт пен қаражатты аз жұмсай отырып, Ганка майнингіне қатысуға қалай көмектесе аламыз? Яғни, бұл кез келген адам $25 бастап қуат жібере алатын майнинг пулы. Бұл ыңғайлы платформа арқылы өте қарапайым кіру жолы. Бұл кәсіби тәулік бойы қызмет көрсету. Яғни, компания барлық міндеттерді өз мойнына алады, және мамандарының көмегімен оңтайландыру мен уақытылы жаңартулардың арқасында монеталар саны барынша көп болатындай баптаулар жасайды. Және клиенттерді үнемі сүйемелдеу. Енді Игорден Formula X туралы, бұл қандай пул екенін және оның қалай жұмыс істейтінін айтып беруін сұраймын. Сергей, рахмет. Иә, Formula X пулы дегеніміз не? Яғни, біз кез келген адамға Ганка токенінің майнингіне қатысуға мүмкіндік беретін пулмыз. Бұл жабдыққа, баптауларға және техникалық процестерге қосымша инвестицияларды қажет етпейді. Яғни, біз нарықтың барлық негізгі мәселелерін шешетін пулмыз, атап айтқанда қандай? Бүгінгі таңда GPU майнингіне кірудің жоғары шегі бар. Бұл біріншісі. Екіншісі. Бұл қолдауды баптаудың күрделілігі жоғарыда Сергей айтқандай. Міне, бұл өте. Қатысуды бастау үшін не істеу керектігі туралы көп деңгейлі баптау. Сонымен қатар жеке тапсырмаларды шешудің тұрақсыздығы бар. Сондықтан біз инвесторлардың көпшілігі Ганка токенінің майнингінен ақша тапқысы келетінін, бірақ инфрақұрылыммен айналысуға дайын емес екенін көрді. Ал осы тапсырмалардың барлығын біз Formula X ретінде шешеміз. Біз не істейміз? Біріншіден, біз бүкіл инфрақұрылымның толық циклін ұсынамыз, яғни Ганка нодаларын орналастырамыз, қызмет көрсетеміз, қосамыз. Пайдаланушылардың қатысуынсыз барлық GPU жүктемесін оңтайландырамыз. Есептеулерді ұйымдастырамыз, яғни қуаттарды кәсіби басқаруды қамтамасыз етеміз. 24/7 аптайым, мониторинг, техникалық бақылау. Бәрі өнеркәсіптік деңгейде. Үздіксіз тұрақты жұмыста қамтамасыз етеміз. Сондай-ақ жеке кабинетте сіз ашық экономиканы, есептеулердің нақты есебін, өндірілген Ганка токендерінің бөлінуін көресіз.
және инвесторлар үшін қолжетімді кіру. Майнингті тіпті $25 бастауға болады. Жұмысты қалай бастау керек? Біріншісі, өз аккаунтыңызды жасау. Осы ақпаратты тыңдауға сізді шақырған адамнан сұраңыз, одан сілтемені алыңыз, тіркеліңіз. Formula сайтында өзімізге ыңғайлы және жайлы қатысу кезеңін таңдаңыз. Мүмкін сізге қатысу лицензиясын сатып алу қажет болады. Және лицензияны белсендіргеннен кейін қаражатыңызды майнингке салыңыз. Сіз гінік токенін алып, оны жеке кабинетіңізден көресіз. Өндіру нәтижелері желі жұмысының параметрлерімен сіз таңдаған лицензияға байланысты қалыптасады. Лицензия бұл жабдықтағы майнингті белсендіру сияқты. Яғни, сіз лицензия сатып алмауыңызға болады. Кестеде көрініп тұрғандай, бірақ онда майнинг жабдығына. Бір реттік тек $500 сала аласыз. Егер сіз көбірек салғыңыз келсе, мысалы, майнингке $8,000, сізге 500 астыге лицензия сатып алу керек. Ал лицензияның өзі жылына бір рет төленеді және 1 жыл бойы жарамды болады. Сонымен қатар, сатып алынған лицензияны ескере отырып, оның құнына байланысты сіз ай сайын airdrop гінік токендерінде сыйлық аласыз. Лицензиялар қалай жұмыс істейді? Яғни, пайдаланушы өз теңгерімін толтырады. Барлық қаражат 10,000 USDT-ден пулдарға біріктіріледі және пулдың іске қосылуына кезек қалыптасады. Күту уақыты негізінен 7 күннен 14 күнге дейін созылады. Бірақ бізде ол шамамен 3 күннен 10 күнге дейін ауытпайды. Осыдан кейін бүкіл инфрақұрылымда пул іске қосылады және JNK токендері есептеле бастайды. Бұл 1 ай бойы жұмыс істейді. JNK өндіру болжамы нарықтағы жағдайды ескере отырып, жеке кабинетте жаңартылып отырады. Осыдан кейін алынған токендер 180 күнге бұғатталады. Апта сайын сіз өз токендеріңізді шығарып ала аласыз. Ал бұғаттан шығару күн сайын 180-нен 1 бөліп бойынша жүреді. Міне, біз жалға алатын майнингке арналған дата орталықтар осылай көрінеді. Бұл NVDA-H100 және H200 өнеркәсіптік дата орталықтары. Көріп отырғаныңыздай, Сергейдің жоғарыда айтқандарын ескерсек, егер сіз мұны өз бетіңізше жасағыңыз келсе, қаншама шығын шығару керек. Менің айтқанымдай, осы процеске қатысу сізге ыңғайлы болу үшін біз бәрін өз мойнымызға аламыз. Сергей. Рахмет, Игор. Енді JNK немесе гонка токенінің неліктен жүздеген және мыңдаған есе табыс әкелу әлеуеті бар екені туралы сөйлесейік. Біріншіден, бұл жобаның ауқымы, жасанды интеллект нарығы, триллиондық нарық бұл түсінікті. Екінші мәселе, бұл 1 миллиард JNK мен шектелген ұсыныс. Бұл жаңа монеталар болмайды. Бұл эмиссиясы шектелген басқа криптовалюталарға ұқсайды. Сондықтан сұраныс ұсыныстан асып кеткенде, әдетте баға жоғарылайды. Баға неліктен өседі? JNK бұл төлем бірлігі. Яғни, ол жасанды интеллект есептеулер үшін утилитарлық токен ретінде пайдаланылады. Бұл есептеулер экспоненциалды түрде өсіп жатыр. Күн сайын мыңдаған, миллиондаған адамдар жасанды интеллектке кіріп, сұраныстар жібереді. Сонымен қатар, жасанды интеллект агенттерінен модельдерде сұраныстар жіберіп, есептеулер үшін төлегісі келеді. Яғни, тіпті жасанды интеллекттің өзіне қажетті есептеулер үшін төлей алады. Тиісінше, бұл үнемі өсіп отырады. Және бір сәтте сұраныс майнерлер жасай алатын ұсыныстан асып түсуі мүмкін. Мұнда сондай халвинг моделі қолданылады, яғни гонканы жасау кезінде биткоин протоколы пайдаланылады. Сондықтан халвинг моделі биткоиндегідей. Тиісінше, белгілі бір уақыттан кейін, шамамен 4 жылдан соң, іске қосылған сәттен бастап, эмиссия 2 есе азаяды. Өндіру қиындай түседі, және бұл да бағаның өсуіне ықпал етеді. Жаңа токендер азая береді, олар есептеулерде және тағы басқаларда қолданылады. Сонымен қатар инвесторлар, холдерлер, майнерлерде белгілі бір мөлшерде токендерді өз мекен-жайларында сақтап ұсынысты азайтады. Ал бұл ұзақ мерзімді әсер жақын арада үлкен серпін беруі мүмкін. JNK токендері. Даму қарқыны бойынша гонка биткоиннен 20 есе озып тұр. Яғни, мысалы, 3 айда гонканың инфрақұрылымы биткоин 7 жылда жеткен деңгейге жетті.
Айырмашылық, иә, өте үлкен. Гонка биткоин 7 жылда жасағанды 3 айдың ішінде жасап шықты. Бұл сенгісіз. Жобаға қазірдің өзінде 250 миллион долларға жуық инвестиция салынды. Биткоинге жылдар қажет болды, ал гонка бұл жолды тез өтті. Сондықтан жақын арада үлкен өсім болады деп ойлаймыз. Өйткені ірі биржаларда әлі листингте болған жоқ. Үздік биржаларда. Майнинг экономикасы. Жоба өткен жылдың соңында күзде іске қосылған кезде. Бір монетаның майнинг өзіндік құны 20 цент шамасында болды. Ал қазіргі өзіндік құны 0,55. 0,65 цент шамасында. Яғни, бұл 2-3 есе көп. Ал әрі қарай не болады? Ауқымды түсініп, майнерлер көбейген сайын табыс бәріне аз бөлінеді, өзіндік құн өсе береді. Сондықтан қазір монеталардың максималды санын майнинг жасап алатын ең қолайлы уақыт. Майнинг циклі мен токендерді бұғаттан шығару қалай жүреді? Сонымен гонканың токеномикасына сәйкес, бұл ақпаратты гонка жобасының сайтына кіріп, ашық дереккөзден ала аласыз, іздеуге жазсаңыз, жоба сипаттамасы мен токеномикасы шығады. Бұл жерде жұмыс істеу принципі. Ақша майнингке түскенде компания алдымен пул жинап, жабдықты жалға беру үшін уақыт алады. Бұл пулдың жиналуына қарай 1-14 күнге дейін созылады. Содан кейін майнинг басталып, ол шамамен 30 күнге созылады. Монеталар жеке кабинетке түседі, оларды әмиянға шығаруға болады. Бірақ токеномика бойынша олар 180 күнге бұғатталады, күн сайын 180-нен бірі босатылады. Мысалы, бүгін белгілі бір мөлшерде монета өндірілсе, ертеңнен бастап олардың 180-нен бірі бұғаттан шыға бастайды. Осылайша 180 күн ішінде олар сіздің әмияныңызға, мекен жайыңызға толықтай түседі. Оларды өз қалауыңыз бойынша пайдалана аласыз. Сата аласыз, сақтай аласыз, немесе жасанды интеллект есептеулер үшін қолдана аласыз. Ұқсастық келтіретін болсақ, біз қазір бейне бір 2011 жылда жүргендейміз. Иә, уақыт машинасы мен биткоин бағасы ең төмен болған кезге оралғандаймыз. Және алдымызда барлық есіктер ашық. Яғни, оның қайда апаратынын кестеден көріміз. Бірақ биткоин мұны 17, қанша жылда жасады? 14-15 жылдың ішінде. Гонка мұны 1-2 жылда жасай алады. Сондықтан шешімді мүмкіндігінше тезірек қабылдау керек. Осымен сөз кезегін Дмитрийге беремін. Дмитрий. Рахмет, Сергей. Betray Mining Pool'ның бас директоры әрі негізін қалаушы, биткоин майнингіне арналған жабдық өндіруші Валерий Вавилов платформаның қосалқы инвесторы болу туралы шешім қабылдады. Гонка хаттамасының Гонка токенін сатып алуға 12 миллион доллар инвестиция алады. Бағасы 0,6. Қазір майнинг шамамен осы бағамен жүріп жатқанын түсіну маңызды. 0,6 доллар. Яғни 20 миллион токен, әрине, осы арқылы дәулет жинау, нарықты жаулап алу және монополиялау үшін. Әрі қарай Betray майнингке арналған жабдықтар шығару туралы шешім қабылдады. Дәл осы гонка үшін. Яғни, ол кезінде биткоин майнингі жабдықтарын шығаруда қалай көшбасшы болса. Бұған оған бірнеше. Біраз уақыт, 10 шақты жыл қажет болды. Тиісінше қазір ол гонканы майнинг жасау туралы шешім қабылдап отыр. Оған тек иелік етіп қана қоймай, оны майнинг жасау. Тиісінше гонка майнингіне арналған жабдықты қазір тек Nvidia'дан сатып алуға болады. Және бұл жабдыққа кезек 1 жыл бұрын жазылып қойған. Жылдап күтпеу үшін, мыңдаған дата орталықтар бұл жабдықты сатып алу үшін. Nvidia'ға тәуелсіз, тікелей Betray'ден сатып алу үшін. Betray бұл жабдықты шығара бастады. Жақын арада біз бұл жабдықты көретін боламыз. Ол қуаты мен гонканы өндіру жылдамдығы бойынша Nvidia'ның қазіргі аналогтарынан ондаған есе асып түседі. Тиісінше, бұл біз үшін осы жабдыққа қол жеткізуге және оны гонканы өндіру үшін пайдалануға үлкен мүмкіндік. Демек, біз ірі ойыншылардың соңынан ереміз. Ірі ойыншылар шешімді тек жан-жақты ойланып және барлық техникалық ашықтық пен қауіпсіздікті тексергеннен кейін ғана қабылдайды.
Атап айтқанда, гонка хаттамасының түрлі аудиттері, барлық шолушылары, барлық қажетті құжаттамасы, ақпараты, токеномикасы мен ақ қағазы бар. Мұның бәрі гонка сайтында бар. Сіз мұнымен өз бетіңізше таныса аласыз, тауып, Bitfury сұхбатын көре аласыз. Иә, түсіну үшін Forbes-тағы осы мәміле, токендерді сатып алу және инвестициялау туралы шешім жайлы мақалаларды оқыңыз. Бұл сіздің дұрыс жолда екеніңізді, ірі ойыншылардың соңынан еріп келе жатқаныңызды көрсетеді. Яғни, егер ірі ойыншылар гонкаға осы бағамен кірсе, онда бұл біз үшін де осы мүмкіндікті пайдаланудың бірегей сәті. Бүгінгі таңда Формула X платформасында тіркелген әрбір қатысушы үшін майнингке $5 сыйлық беріледі. Бұл бонус, яғни сәлемдесу бонусы, тіркелген сәттен бастап тек бірінші айда ғана қолжетімді. Бұл бонус туралы толығырақ ақпаратты сізді осы іс-шараға шақырған немесе осы вебинардың жазбасын көрсеткен менторыңыздан немесе кураторыңыздан сұрай аласыз. Толық шарттарды жеке кабинеттен біле аласыз. Бұл сәлемдесу бонусын қалай алуға болады? Платформадағы 3 аптаның таңертеңгілік қысқаша қорытындысы. Айтпақшы, бұл бүгін таңертеңгі жағдай, ал кешке қарай ақпарат 10%-ға арту жағына қарай бірнеше есе өзгерді. Сонымен бізде 653 серіктес бар. Олардың бір бөлігі ақпанның соңғы күндерінде тіркелді. 27-сі 28 күндері, наурызда 450 адам. Бүгінгі таңда бұл 670 адам, осымен сіздерді құттықтаймын. Қысқа 3 апта ішінде 189 мың асты. Бұл біздің пулымыздың нәтижесі. Жабдыққа жүк келді. Бүгінгі таңда бізде NVIDIA инфрақұрылымы жұмыс істейді, яғни H200-дүктер, 32 бірлік, 4 рет 8 H200-дүк. Бұл ноданың кілті бізде қарап шығу үшін қолжетімді, яғни серіктестеріміз онда шамамен 2800, 2700, тәулігіне 2500 токен келетінін көріп отыр. 2-8-дік H100-дүк. Біздің екінші нодамыз жұмыс істеп тұр, оған сілтеме де бар. Тиісінше, онда күніне шамамен 1900, бірнеше мың токен келеді. Қазір Гонконгтағы нодалар қосылып жатыр. Яғни, біз тез кеңейте алатын өте икемді, ауқымды нода, ол бізге бүгінгі таңда тез қосуға мүмкіндік береді. Мұндай қысқа модульдерді қысқа спрингтермен, яғни қосылатын 4-ші нодамызға жинағандай жинақтауды күтпеуге болады. Біз өте қомақты сома жинадық, өйткені біз 1 айлық емес, 3 айлық келісім шартқа отырдық. Тиісінше, жақында бізде жаңалық болады. Бұрын мұндай ақпарат болмаған, клиентте таңдау болады. Ол 1 айлық келісім шартқа немесе 3 айлық келісім шартқа кіреді. Яғни, бізде 3 айлық нода пайда болды. Тиісінше, таңдау опциясы болады. 1 айлық келісім шартта сәл қымбатырақ майнинг жасау, немесе 3 айлық келісім шартта майнинг жасау. Сәл арзанырақ, яғни 3 айлық келісім шарт өзіндік құнын одан әрі төмендетеді. Қазіргі уақытта өзіндік құн шамамен 0,5, 0,6, 0,155, 0,7 аралығында ауытқитынын түсіну маңызды. Ал нарықтық құны $1. Яғни, майнинг арқылы кіре отырып, біз нарықтан 30%-ды жеңілдік аламыз. Ал біздің алғашқы 2 нодамыз 7-ші күні іске қосылды. Үшіншісі, ал үшінші және 4-ші нодалар бүгін іске қосылады. Кілттер пайда болған бойда бәлкім, олар осы вебинар барысында қазірдің өзінде пайда болған шығар, маған бұл қызық. Олар пайда болған бойда, кілттер пайда болды. Демек, бізде үлкен нода пайда болды, демек. Бізде 3 айға 40 H100-дүк келісім шарт пайда болды. Және 16 H100-дүк жеткізушінің сынақтарынан өтуде. Ноданы эфирге шығармас бұрын. Бұл біздің нода екенін түсіну маңызды. Яғни бұл қалай болады? Яғни, дата орталықпен келісім шарт жасалады. Айталық, бізде 100.000 USDT бар. Біз мынадай ноданы жалға алуға дайынбыз.
Data орталық бізге нода ұсынды. Әрі қарай сынақ мерзімі жүреді. Яғни бұл ертең тәкеңдер түсе бастайды дегенді білдірмейді. Яғни, сынақ мерзімінде гонканың сынақ нодалары орналастырылады. Олар жұмыс уақытына, кері байланысқа, яғни іркілістер санына тексеріледі. Яғни, гонканың сынақ ортасында жұмыс істейді. 3 күндік сынақтан өткеннен кейін. Тек содан кейін ғана біз мұны келісім-шартқа шығарамыз. Сонымен қатар бізде келісім-шарттар сондай, егер кенеттен дата орталықта қандай да бір бұзушылықтар, интернетте, электр энергиясында іркілістер болса, онда жалдау күндерінің саны өткізіп алған күнге ұзартылады. Яғни, біз бұл жағынан өзімізді өте қатты сақтандырамыз. Яғни, сізде 30 күндік келісім шарт болуы мүмкін. Немесе егер үзілістер болса, 32-33 күн болуы мүмкін. Сіз бұдан ұтылмайсыз, дата орталық мұны бізге өтейді. Бұл өте маңызды жайт. Бүгін қосылған 2 нода туралы кілттері бар жаңалық шығады. Және жалпы өндіріс. Қазір біз тәулігіне шамамен 7800 JNK токеніне шығып жатырмыз. Рейтинг бойынша, егер біз алғашқы 20-лықта болсақ, қазір сенімді түрде алғашқы 7-лікке немесе 8-лікке шығып жатырмыз. Бұл нодалар қосылғанда біз бұл ақпаратты жаңартамыз. 3 аптаның ішінде осындай сенімді серпіліс жасағанымызға бірге қуанамыз. 0-дік немесе 100-ші орыннан біз Wonka токенін өндіру бойынша үздік 10-дыққа кіреміз. Осымен, достар, сіздерді құттықтаймын, және сіздердің де бір-біріңізді құттықтағандарыңызды қалаймын. Енді тарихи мысалдарға оралайық. Басында көрсетілген ең алғашқы слайдқа оралайық. Онда кейбір токендердің жаңа нарықтарды қалай ашқанын көрсеткен болатынбыз. Мұнда не көріп тұрмыз? Мұнда эфирдің бастапқыда листингке дейін шамамен 0,3-ке майнинг жасалғанын көреміз. Листинг кезіндегі баға 9 есе өскен сәтте болды. Ал листингтен кейін 1 жылдан соң баға 37 есеге жетті. Сонымен Solana токені. Ол бастапқыда 0,2 мен майнингтелді. Биржадағы листингі 1,9 болды. Содан кейін бұл 4x болды. Яғни Solana листингте осындай нәтиже көрсетті. 1 жылдан кейін Solana 127x жасады. Бастапқы күннен бастап листингтен кейінгі 1 жылға дейін. Cardano листингте 10x жасады, ал 1 жылдан кейін бұл 33x болды. Келесі Avalanche токендері листингте 8x, 1 жылдан кейін 132x. Binance Smart Chain BNB листингте 1,5x жасап, 1 жылдан кейін 130x жасады. Яғни, бізде қазір негізге алатын 3 бағдар бар. Қазір Gonka токенінің OTS-тегі бағасы шамамен $1 көлемінде. Біз бірнеше рет тырыстық. Сіз де кем дегенде $10,000 сатып алуға тырысып көрсеңіз болады. Лоттар өте кішкентай, сатып алу мүмкін емес, баға күрт өзгереді. Ұсыныс шектеулі, яғни OTS-те мәмілелер өте сирек және баға тым жоғары. Яғни $10,000 сатып алуға тырысқанда, сіз Gonka бағасын тіпті 2 есеге дейін көтеріп жібересіз. Яғни бағаны $1-дан $1,5 дейін көтересіз. Тиісінше, майнинг арқылы біз мынадай бағамен кіреміз. 0,6, 0,7. Бұл OTS-ке қарағанда 1,5 есе тиімді. Бірінші артықшылық, майнинг арқылы тиімдірек. Екінші бағдар, екінші нүкте бұл листингтегі баға. Листингтегі баға жалпыға ортақ қабылдауды білдіреді. Ағайынды Либермандар биыл листинг болатынын хабарлады. Оның қашан болатыны 3 немесе 6 айдан кейін бе бізге маңызды емес. Маңыздысы листингте бұл. Қазіргі $1 бағасынан қолданыстағы токендердің бағдары бойынша 10x, 5x, 4x болады. Айталық, листингте $4-5 болады делік. Сіз токенді 70-80 центке алдыңыз, яғни $4-5 мен сіз қазірдің өзінде. 4-тен 8x-ке дейін жасадыңыз. Бұл екінші нүкте, мұны 10 жыл күтудің қажеті жоқ. Бұл биыл болады. 1 жылдан кейін көріп отырғанымыздай көптеген токендер 100x,
30x, 50x және тағы басқа нәтижелер берді. Яғни, бұл жалпыға ортақ қабылдау. Бұл платформаның экожүйенің дамуы, демек, бір жылға арналған бағдарлар да бар. Сондай-ақ бізде басында алған 3, 5, 7 жылға арналған бағдарлар бар. Осыған сүйене отырып, 4 нүкте бар. Қазіргі нүкте майнинг бағасы шартты түрде 0,7. OTS нарығы $1. Листингтегі баға $4-5. Листингтен кейінгі бір жылдағы баға $50-100 шамасында. 5-7 жылдан кейінгі баға гонка нарықты иеленген кезде. 15 триллиондық нарықтың 10%, $1,5-3 мың. Осы бағдарларға сүйене отырып, біз өте қарқынды дамып келеміз. Міне, дәл қазір біз әрі қарай не істейтінімізді айтайын. Біз бастаймыз. Сейсенбі және жұма күндері оқытуды. Белсенді тіркелген серіктестеріміз үшін. Біз бизнес таңғы астар өткіземіз. Келесі осындай бизнес таңғы ас сейсенбіде, 24 наурызда, Мәскеу уақытымен 11-де, Дубай бойынша 12-де және Астана бойынша 1-де болады. Біз Формула X жеке кабинетін қалай пайдалануды, серіктестік бағдарламаның мүмкіндіктерін барынша қалай қолдануды және соның арқасында дәулет жинауды талқылаймыз. Әлеуметтік желілер арқылы бизнесті қалай дамыту керек? Бізде қазірдің өзінде көшбасшы, нағыз ментор болып табылатын, керемет нәтижелер көрсеткен сарапшы серіктестер бар. Тек осы 3 аптаның ішінде біз бұл тәжірибені сіздерге де үйретеміз. Жақын арада табысқа қалай шығуға болады? Айына 3, 10 немесе тіпті $100 мың. Клиенттеріңізге қалай дұрыс қолдау көрсету, сұрақтарға жауап беру. Майнингпен байланысты бизнесті қалай дамыту керек? Клиенттерді қайдан және қалай табуға болады? Тұлғалық өсу, мотивация, мақсат қою бойынша құралдар береміз, және компаниямен $100 мың немесе одан да көп сомаға қалай келісім-шарт жасасуды талқылаймыз. Бүгінгі таңда бізде осындай келісім-шарттары бар 2 серіктес бар. Тиісінше, сіздің келісім-шартыңыз 3-ші, 4-ші, 5-ші және тағы басқа нөмірлі болады. Бізде бір жағдай бар. Клиентке оферта, дисклеймер, сайттағы ақпарат жеткіліксіз болып, ол VIP қолдау, VIP деңгей алуға дайын болғанда. Ол дайын. Міне, $100 мың асатын майнинг жарыстарды алуға. Онда біз оған VIP қолдау көрсетіп, компаниямен тікелей келісім-шартқа шығара аламыз. Мұның бәрі Формула X платформасы арқылы жүзеге асады. Бұл клиент бәрібір сіздің клиентіңіз болып қала береді. Ол барлық әрекеттерді платформадағы жеке кабинетінде жасайды, тек қосымша. Біз онымен кейбір артықшылықтар беретін келісім-шарт жасасамыз. Барлық серіктестер үшін бізде арнайы оқыту чаты Формула X басты чаты құрылды. Оған қосылу үшін кураторларыңызға, сізді кездесуге шақырғандарға немесе менторларыңызға хабарласыңыз. Егер ол топ лидер болса, ол лидерлік чатта болады. Сондықтан қосылуды ұмытпаңыз. Оқуға сілтеме іс-шараға 1 сағат қалғанда беріледі. Яғни сейсенбі және жұма күндері. Естеріңізге сала кетейін, 11-де кездесеміз. Енді Формула X платформасының жол картасы. Алдағы жылға арналған стратегиялық даму жоспары. Сонымен сәуір айында бірінші кезекте Формула X серіктестері үшін P2P жасауға кірісеміз. Яғни сізге биржаларға барудың қажеті болмайды. Сыртқы ресурстардан іздеудің қажеті жоқ. Яғни алаңдарда токен сатып алушылар үшін листингті күтудің қажеті болмайды. Егер сізге ақша дәл қазір керек болса, біз серіктестер арасындағы мәмілелерді тікелей Формула X сайтында ұйымдастырамыз. Сонда сіз бұл мәмілелерді жасай аласыз. Біреу сатқысы келеді, біреу сатып алғысы келеді. Тіпті әлі разылық кезеңінен өтпеген, бұғатталған токендерді де сатуға мүмкіндік болады. Яғни, тіпті 180 күн күтудің де қажеті жоқ. Сіз жай ғана өзіңіз майнинг жасаған токендерді басқа серіктеске бере аласыз. Егер сізге шұғыл қажет болса, ол күте берсін. Біздің ұстанымымыз бұрынғыша бірінші нөмірлі пул болу. Ол үшін бізде барлық ресурстар бар. Яғни, біз бір аптаның ішінде 100-ші орыннан 20-ші орынға көтерілді. Ал 3 аптаның ішінде үздік 7-лікке немесе 8-лікке кірді. Біз бұл ақпаратты жаңартамыз.
Тиісінше, бұдан былайғы мақсатымыз бірінші орын. Одан кейін Либерман ағайындылармен интеграция, подкасттар және кездесулер түріндегі іс-шаралар болады. Әрі қарай біз жоспарлаймыз. Либерман ағайындылармен кездесуден кейін Түркия, Вьетнам, Таиланд, Қазақстан және Гонконг сияқты визасыз елдерде көшпелі іс-шаралар өткізуді. Неліктен Гонконг? Ірі қорлармен серіктес болғандықтан, Гонконгта бас кеңсе мен компания ашу жоспарланған. Бұл бүгінгі таңдағы ең өзекті юрисдикция, және біздің мақсатымыз Формула X-тің капитализациясын $100 миллион жеткізу. Яғни, бір жыл ішінде токен өндіру арқылы айналымда жалпы соманы өткізу. JNK осындай ақша көлемін әрі қарай стратегиялық даму жоспарына шығу үшін Dituri сияқты қорлармен және басқа да қызықты ірі қорлармен бірге жұмыс істеп, болашақта ауқымды кеңейту. Бұл үшін бізде қандай тетіктер бар? Біз сәуір айына дайындалып жатырмыз. Белсенділік бойынша қызықты іс-шаралар, бірақ бұл туралы сәл кейінірек сөйлесеміз. Ең жақын оқиға наурыз айында болады. Ол Мәскеуде өтеді. Бұл 25-26 наурыздағы крипто саммит. Онда біздің тату командамыз. Бүгінгі таңда 12 адамнан тұратын құраммен тапсырыс беріп қойды. Міне осындай қызықты футболкаларға. Яғни дизайны сәл жақсартылған. Яғни біз билеттерді сатып алдық. Біз бұл саммитте бәріміз брендтелген киіммен кездесеміз. Әрине, біз онда серіктестеріміздің, сондай-ақ басқалардың, таныстар мен достардың жүздеген, бәлкім мыңдаған қатысушылардың қызығушылығын тудырамыз. Қызығушылық, бұл қандай жарыс? Сіздің оған қандай қатысыңыз бар? Формула X-тің бұған не қатысы бар деді. Яғни, бұл нетворкингке арналған алаң. Біз неғұрлым көп болсақ, соғұрлым керемет әсер қалдырамыз. Осы іс-шараның қорытындысы бойынша Мәскеуде бетпе-бет кездесу ұйымдастырамыз. Шамамен 15-20 адамға арналған. Контент түсіре алатын дәмханада. Сұхбат жаза аламыз. Келесі күні подкасттар жазу туралы келісе аламыз. Бұл біздің брендімізді одан әрі нығайта түседі, және бізді келесі жоғары деңгейге көтереді. Енді сұрақ-жауапқа біраз уақытымыз қалды. Сұрақтарыңызды қоя берсеңіздер болады. Егер әлі жазылмаған болсаңыз, Telegram арнамызға міндетті түрде жазылыңыз. Орыс және ағылшын тілдеріндегі Формула X пен AI. Осы арналардың әрқайсында чат бар. Бұл чаттарда майнингке қатысатын және қатыспайтын барлық серіктестеріміз сөйлеседі. Жай ғана арна чат. Егер сізге оқу бойынша негізгі чат керек болса, онда кураторларыңызға хабарласыңыз. Немесе менторларыңызға. Ал енді сіздер сұрақ қойып жатқанда мен жеке кабинетке көз жүгіртіп өтіп шығайын. Онда қандай жаңартулар жасалғанын көрейін. Түсінікті болу үшін сол жаңартулардан бірнеше мысал көрсетемін. Сейсенбі күнгі кездесуімізге дайын болып. Бизнесті кәсіби түрде жүргізу үшін. Модератордан чатты қосуды сұраймын. Чатқа менторларымызға сұрақ қоя аласыздар. Сергей, Игорь, қосыла аласыз ба? Біз үнемі жіберіп тұратын Google формадағы сұрақтарды қараңыз. Кез келген сұрақты қоя аласыз. Сіздер сұрақ қойып жатқанда мен кабинетке кірдім. Сонымен, бізде не пайда болғанына назар аударайық. Яғни оң жақ жоғарғы бұрышта. Серверлерді жалдау. Қазір келесі пулт болып жатыр. 10.000 USDT-ге. Көрейік, барлық пулдар батырмасы шықты. Қазір барлық пулдарды басамын. Міне пулдар пайда болды. 8-ші, 13-ші, 18-ші, 19-ші, 17-ші, 16-ші, 15-ші, 14-ші. Көріп тұрғандарыңыздай кейбір пулдар тура 10 болып келеді. Келесі пул 2800. Бұл қазіргісі. Келесі пул 1037.
Келесі пул 100 мың, иә. Жұмыс үстінде. Жұмыс істеп тұрған, белсендіру және дайындық сатысындағы пулдар бар. Яғни, пулдардың да сатылары әртүрлі. Сонымен әрі қарай жалғастырайық. Міне осы аккаунтта, мысалы, бақылау тақтасында менде қолжетімді баланс бар. JNK шығару батырмасы пайда болды. Ол үшін JNK әмиянымызды байлау керек. Майнингте 13-ші пулда тұрған 25 USDT пайда болды. Invark, яғни жұмыс істеп тұр. Және толығырақ батырмасы шықты. Оны басамыз. Сосын демек жүгірткі жүктеледі. Қозғалыстың қай сатыда екені көрінеді. Мұнда 180 күн көрсетілген. Мұнда JNK есептегіші пайда болды. Бұл жаңарту тек бүгін ғана қосылды. Осы келісімшарттың сомасы Формула X платформасындағы нөмірі JNK, яғни пул нөмірі сомасы қанша USDT және осы пулдың көлемі шықты. Бұл пул 100.550 USDT-ге жиналған болатын. Тиісінше, сіз майнинг бөліміне де кіре аласыз. Сол жерден барлық пулдарды, өз пулыңызды көресіз. Дашбордта. Дәл осы сейсенбіде оқу кезінде біз осы пулдардың қалай жұмыс істейтінін көріп талдаймыз. Міне, бұл аккаунттың қанша серіктесі бар екенін, лицензиялар мен жабдықтардың сатылымын көре аласыз. Осы сұрақтардың барлығын біз сіздермен бірге сейсенбідегі оқуымызда талқылаймыз. Сұрақтарыңызға оралайық. Дим, мен саған Google формадан оқып берейін, онда 1-2 сұрақ қойылған екен. Шамасы, бір адам қойған сияқты. Бірінші сұрақ, JNK шығару механизмі туралы толығырақ. Әрбір клиент өзінің сид фразасымен телефонында. JNK токендерін сақтауға арналған әмиян жасайды. Бұл кепілер әмияны. Сейсенбіде біз оны қалай жасау, белсендіру және пайдалану туралы нұсқаулықты қарастырамыз. Кепілер әмиянын пайдалану, ақша шығару немесе аудару үшін JNK токендері болуы керек. Алғашқы JNK токендерін біздің платформада, яғни майнингтен кейін аласыз. Кез келген соманы майнингке қоясыз, сома жұмыс істей бастаған бойда. Ол 30 күн жұмыс істейді. Содан кейін балансыңызда сома пайда болады. Қанша токеніңіз бар екені көрінеді. Осы токендердің бір бөлігі еріген кезде, олар күніне 180-нен бір бөлігі бойынша ериді. Сізде бұл токендерді әмиянға шығару мүмкіндігі туады. Тиісінше, сіз өзіңіздің кепілер әмияныңызды платформаға байлайсыз, шығару батырмасын басасыз, сонда олар әмияныңыздың балансына түседі. Яғни, олар осы әмиянда газ ретінде қызмет етеді. Тиісінше, сіз оларды пайдалана аласыз, биржаға, OTC-ге жібере аласыз, бір-біріңізге аударып қолдана аласыз. Ақшаны майнингке қойғаннан бастап алғашқы токендерді алғанға дейінгі бүкіл процесс 1 айдың ішінде жүзеге асады. Кейбіреулерде бұл өте жылдам болуы мүмкін. Айталық, егер ол бүгін қойса, 3 күннен кейін пул қосылады, 1 аптадан кейін есептеулер басталады, және ол клейминг жасаса, шамамен 10 күн, иә. Ал біреулерде мүмкін ол ақшаны қойды, пул белсендірілді. Мысалы, 2 апта, содан кейін тағы 1 апта, яғни токендердің есептелуі мен бұғаттан шығарылуына кейбіреулерде бұл 3 аптаға созылуы мүмкін. Иә, яғни тиісінше, 1-3 апта, қалай болғанда да 1 айдың ішінде сіз қандай да бір токен аласыз, ал 180 күн ішінде барлық токендеріңізді аласыз. Ал қандай да бір комиссия бар ма? Шығару үшін комиссия ма? Бүгінгі таңда біз JNK токендегі комиссияларды қазіргі уақытта әлі енгізген жоқпыз, бекітпеді. Тиісінше, алғашқы ақша шығару осы айға жоспарланған, сонда бекітеміз, бірақ бұл шағын комиссия болады. Қалай болғанда да біз оны ескеруіміз керек, пайдаланушыдан алуымыз керек, өйткені микротранзакциялар өте көп. Әрбір транзакцияны
Жасайтын болсақ, яғни күн сайын қазір 600 пайдаланушы бар, 1000 болады. Бұл тиісінше 30 күнде 30 000 транзакция болады деген сөз. Бұл өте көп болады. Сондықтан біз транзакцияларды әзірге аптасына бір ретке дейін қысқарттық. Клиент үшін комиссияларға аз жұмсап, көбірек үнемдеу және көбірек токендерге ие болу үшін бекітеміз. Яғни, бірінші шығаруға 1% көлеміндегі ең төменгі комиссияны бекітеміз. Сонымен дәл осы адам сұрақ қойып жатыр. Майнинг шамамен 1 ай жүреді. Клиент жаңа сома салуы керек пе? Мен айтқандай, қазір бізде 1 айлық және 3 айлық келісім шарттар бар. Тиісінше, бізде таңдау батырмасы пайда болады. Сомаңызды қанша уақытқа, 1 немесе 3 айға пайдаланғыңыз келетінін таңдайсыз. 1 және 3 айдың айырмашылығы 3 айда дисконт болады, яғни тиімдірек, яғни токендерді сәл көбірек аласыз. Егер сіз тұрақты түрде майнингке жібергіңіз келсе, қаржылық жоспарыңыз аясында ай сайын майнингке жібере аласыз. Егер сіз серіктес болсаңыз, және серіктестік бағдарлама арқылы үнемі ассет түрінде пайда алып отырсаңыз, күн сайын жаңа келісім шарттар ашып, оларды майнингке қоя аласыз. Айталық, бүгін 100 асты таптыңыз, майнингке жібердіңіз. Ертең 1000 таптыңыз, майнингке жібердіңіз. Яғни, майнингке жіберу саны шектелмеген. Лицензияңыз бұған мүмкіндік бергені маңызды. Айталық, егер сіз майнингке көп жібергіңіз келсе, онда сізге үлкен лицензия керек. Лицензияның өз артықшылықтары бар, сондықтан серіктестік бағдарламаның қыр-сырын және платформадағы жұмыс егжей-тегжейлерін білу үшін серіктестік кездесулерімізге міндетті түрде келіңіз. Чатта біреулер кіріп, өзгерістерді көрмей жатқаны туралы сұрақтар жазып жатыр. Майнинг бөліміне кіріңіз, онда бәрі егжей-тегжейлі жазылған. Осы есептеулердің бәрін есептеулерді емес, барлық сомаларыңызды, депозиттеріңізді және қараңыз. Мұның бәрі қазірдің өзінде көрсетіліп тұр. Сайтымыз эфирге 30 минут қалғанда жаңартылды. Тиісінше кіріп бүгінгі кешегі кукилерді тазалау керек. Жүйеден шығып қайта кіру керек. Сонда жаңарту жүк керек. Мұнда сайт бойынша тағы да сұрақтар бар. Кабинетте токендердің есептелуі неге байланысты? Мен тұрған пулдың жиналуына ма? Кабинетте токендердің есептелуі біріншіден, майнингке қатысасыз ба, жоқ па, платформаға листіп салдыңыз ба, жоқ па, соған байланысты. Сіздің сомаңыз пулда. Ол қазір жиналып жатыр немесе жиналып қойған. Егер ол жиналып қойса, сіздің пулыңыз нодаға жүктелу кезегіне тұрады. Пулыңыз нодаға жүктелді ме, жоқ па, соған байланысты. Егер жүктелсе, онда нода қосылды деген сөз, өндіру басталды ма, жоқ па, міне бірнеше параметрлер. Осыған сүйене отырып, сіздің ақшаңызда шкала бар, оны әзірге өз бетіңізше зерттей аласыз. Сейсенбіге дейін. Сейсенбіде біз мұны талқылаймыз. Яғни, онда жинау кезеңі анық көрсетілген. Қазіргі уақытта немесе жүктеу кезеңі, немесе майнинг кезеңі, немесе бұғаттан шығару кезеңі. Ол жерде бұл кезеңдер жазылған кез келген циклден өткен соң, сіз мұны түсініп, ақшаңыздың қалай жұмыс істейтінін білетін боласыз. Тағы бір сұрақ, бұл нөмірі бойынша қандай бейнекарта тұрғанын H200 ме, H600 ме және қандай пайда екенін білуге бола ма? Қазір жаңартулар көріп тұрғаныңыздай, бізде 30 минут бұрын өтті. Енді келесі жаңарту кезінде біздің IT мамандарымыз біріншіден бүгін іске қосылып жатқан тағы 2 ноданы қосады. Яғни, кабинетте ноданың 4 кілті көрінеді, және қай пулдың қай нодада екеніне қатысты саралаумен байланыстыру болады. Яғни, мысалы, бізде $38,000 бір нода бар екенін түсіну маңызды. Және 170 мыңдық нода бар. Ол 3 айға бөлінген келісім шарт. Сонымен сіздің келісім шартыңыз осы нодалардың қайсында орналасқан. Яғни, ақша сомасы бұл келісім шарт. Келісім шарттар пулдарға біріктіріледі, ал пулдар нодаларға түседі. Келісім шарттың қай пулда екенін және сіздің
Қолыңыздың қай нодада екенін түсіну үшін бұл логикалық байланыс жасалады. Сәйкесінше сіз осы сілтемелерді басып, нодаңыздың кеше, алдыңғы күні қанша тәкен бергенін көре аласыз. Тағы екі сұрақ. Оның бірі, бұл жалпы тіректегі нақты физикалық жабдыққа байланған ба? Жаңа ғана иә деп жауап бердім. Бізде 4 нода бар. Барлық қаражатыңыз не? Біріншіге, не екіншіге, не үшіншіге, не төртіншіге жүктелген. Бұл адамның қойып отырған сұрағы, пулдың нодаға жүк келуі. Физикалық, техникалық тұрғыдан нені білдіреді? 10К қазірдің өзінде тұрған және жұмыс істеп тұрған жабдыққа қалай әсер етеді? Міне, қараңыз, бүгін үшінші және төртінші нодаларымызды қосқан бойда. Иә, хештер көрінеді, тесттер өтеді, бәрі, кілттердің бәрі пайда болады. Ертең және бүрсі күні сенбі, жексенбі үшін ақша түседі. Осылайша олар ондықтарға жиналады. 1 ондық, 2 ондық, 3 ондық жиналды. Тиісінше, біз дата орталыққа жаңа ноданы қосуға дайын екенімізді, бізде 30 мың бар екенін хабарлаймыз. Дата орталық бізге нодаларды бөледі. H600-ші, H200-ші, иә және айталық, олар 38 мың тұрады. Сонымен біз тағы 8 мың жинаймыз. Сонда осы 4 пул жаңа нодаларға жіберіледі. Жаңа нодаға біздің 5-ші нодамызға және соған байланады. Яғни, байланыс орнап, сілтеме пайда болады. Бұл процесс 3 күнге созылуы мүмкін. Ең жақсы жағдайда, ал ең нашар жағдайда 10 күн немесе бірнеше күн. Болды ма, бәрі жауап берді ме? Ал достар, мен сіздерді бірнеше жаңалықпен құттықтаймын. Біріншісі, біз өте қарқынды дамып келеміз. Екіншісі, біз рейтингте нық ілгерілеп келеміз. Үшіншісі, бізде мықты IT топ бар, олар платформамызды үнемі жетілдіріп дамытып отырады. Төртіншісі, алғашқы токендерді алып, оларды пайдаланушылардың әмияндарына таратуға жақындап қалды. Бесіншісі, біз жол картамыз бойынша нық қадам басып келеміз. Алтыншысы, біз келесі аптада Мәскеуде пайдаланушыларымызбен кездесеміз. Жетіншісі, сәуірде бізді, былайша айтқанда, жай ғана қазір қалап жатқан іргетасымыздың негізінде үлкен қарқынмен кеңею күтіп тұр. Міне, біз іргетас қаладық, платформа, қауымдастық, оқыту, функционал, жұмыс, нода, байланыстар. Осының бәрін біз сәуір айында бірге кеңейте бастаймыз. Яғни, біз бірінші орынға нық қадам басып келеміз. Бүгінгі кездесуге келгендеріміз үшін алғыс айтамын. YouTube арнамызда жарияланатын бейнероликті тағы бір рет тамашалайық. Келесі кездескенше. Сұрақтарыңызға жауап бермесем, келесі эфирде жауап беремін. Google формаға жазыңыздар, сау болыңыздар.